Бала есейіп қалыпты. Жоқтығына жанұя мүшелерінің назарынан шықпайтын кішкентай балақан енді үйдегілерге шамасы келгенше қолғабыс етеді. Өмірге аяқ басып бара жатқан кішкентай азамат болып қалыпты. Дұрыс теріс қаратып киініп алады, шамасы келетін шаруа да істей алады. Шешесі ыдыс-аяқ жуғанда көмектесіп, дастархан жайғанда оны мұны тасып қасында жүреді. Барлық нәрсеге араласып, істегісі келіп, мен көмектесейін деп тұратын осындай балақан күн санап есейіп келе жатыр. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-ана? Баланың күлкі думаны шалқып тасыған жанұяңызға қайтадан оралып, жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Балалы үй базар дейді. Жасөспірімдерді отбасында дамытып қолдау туралы ата-аналарға арнайы әзірлеген ұласпалы кеңесіміздің алғашқы үшеуінде 3 жасқа дейінгі баланың дамып жетілуі және олардың ата-анасы, отбасы мүшелері қалай қолдау жайлы сөз еткенбіз. Енді көрсеткелі отырған 3 ретке кеңесімізде баланы мектепке әзірлеу және де 3-тен 6 жас аралығындағы баланың даму ерекшелігі, оларды дұрыс қолдау туралы ата-ана сіздерге арнайы кеңес әзірлегенбіз. Назар аударыңыздар. Балаңыз осылай күн сайын есейіп, қылығы да көбейіп, әр нәрсені қызықтап, анда-мұнда жүгіріп, өздігінен ортаға араласа бастады. Ата-ана, жанұя мүшелері үшін есейіп келе жатқан жасөспірімнің денесі, ақыл-ойы, қоғамдану дамысына назар аударып, дұрыс бағыттап қолдайтын жаңа бір кезең тағы да басталды. Бұл сіздер үшін өте жауапты кезең болмақ. Жас бала үйде де, сыртта да зыр жүгіріп, қол-аяғы тоқтамайды. Әйтсе де сіз оның қозғалысын әсте шектемеңіз. Өйткені қозғалыс баланың өсіп жетілуіне зор әсерін тигізеді. Ата-ана біз балаға гимнастиканы тұрақты істете алмаймыз ғой. Сөйтсе де баланың қозғалысын демеп қолдап, дамытуға болады. Әкесі мен шешесі, атасы мен апасының аялы қамқорлығында өсіп, енді өзіне өзі ие бола бастаған мына баланың аты Айсымбат. Қазір 4 жаста. 4 жасқа дейінгі баланың салмағы 14-тен 15 кг, бойы 96 сантиметр болады. Баланың бойын мезгіл сайын немесе жарты жылда бір рет өлшеп бақылап, баға беріп отырған жөн. Баланың өсуіне ықпал ететін жайттар: тағам қорек, қозғалыс, сырқат, ауа райы, көңіл күй жағдай қатарлы көптеген жайлар әсер етеді. Баланың өсуіне ықпал ететін жоғарыдағы жайттардың қайсы бірдің кері әсерінен баланың өсуі баяулайды. Дене дамысы толық жетілмеген бала ауыр жұмыс істесе, өсуі баяулап, әлжуаз болады. Сондықтан ата-ана, отбасы мүшелері баланың өсуін бақылап, қалыпты өсуіне мүмкіндік туғызып, қандай бір сырқаттан алдын ала сақтап, нәрді, витамині мол тағам беріңіз. Баланың көңіл күйі алаңсыз болсын. Осы жастағы бала бірге ойнап, әр нәрсені білгісі келіп, табысқа жетуге ынталы болатындықтан, осындай ерекшеліктері арқылы қолдап үйретсе, нәтиже береді. Ойыншық ермек қана емес, баланың дамысын қолдайтын жабдық. Әсіресе дене дамысын қолдайтын ойын ойнатыңыз. Мәселен, бала жүреді, жүгіреді, қарғып секіреді, доп лақтырып тепкенде үлкен бұлшық еттері дамып, бойын билеп үйренуіне толық әсерін тигізеді. Ол асық ойнаса, қағат, қаршит, шертіп, атып саусақтарымен нәзік қимылдар жасағанда, қолдың кішкене бұлшық еттері дамиды. 3-тен 4 жасар баланың дене дамысының ерекшелігі: аяғын айқастырып адымдайды.
шегініп жүгіреді, екі аяқтап алма кезек секіреді, тұрған жерінен ұзындыққа қарғиды. Төсек орындық қатарлы биік нәрсеге өрмелей түсе алады. Саусағымен нәзік іс-әрекетті жақсы істейді. 3 балам бар. Біреуі қыз, екеуі ұл, екеуі сабақта, біреуі 7 класс, біреуі 4 класс. Ең кішкентайым жаңағы 3 жаста, 3 жас 4-5 ай болып тұр қазір. Балабақшада тәрбиеленеді. Енді 3 жасқа келген баланың қозғалысы өтті күшті болады енді. Тез қозғалады, әрбір нәрсеге ұрыншақ келеді. Жаңағы қандай бір аяқ жетерлік жердегі нәрсеге бүйтіп өрмелеп шығады, ары бері жүреді, жүгіреді. Жалпы мына үлкен адамның істеріне өте араласады. Баланың дене дамысын қолдаңыз. Қол аспақ ойнап, жарысып адымдау, жүгіру қимылын қолдау. Дене шынықтыру жаттығуын тұрақты істету. Пластилиннен бейнелер жасатып, қолдың кіші бұршықтарын жетілдіру арқылы баланың дене дамысын қолдаңыз. Бала жүгіріп, қарғып, секіріп ойнағанда жығылып қалмасам ет деп қорғаламаса, қайперсіз ойнай береді. Сондықтан ата-ана сіздер бала ойнайтын ауланы таза, қатерсіз етіп, қандай ойыншықпен қайтып ойнайды дегенді үйретіп бергеніңіз абзал. Мәселе бала қалалы жерде өсті ме, қырда өсті ме деген емес. Не ішіп жесе, дені сау өседі дегенге ерекше назар аударған жөн. Бала өзіне қажетті қорек витаминдерді азық-түлік арқылы қабылдайтындықтан, баланың өсуіне тағамның маңызы өте зор. Тағамның мөлшері аз көптігінде емес, қоректілігі тағамның түріне байланысты болатындықтан, бала тағамның түрі мол болсын. Белок, витаминге бай азық-түліктен жасап, тұрақты уақытта дұрыс тамақтандыру қажет. 3-4 жасар баланың тамақтануы. 3-4 жасар баланы таңертең, түсте, түстен кейін, кешке 4 сағат аралығында күніне 4 уақыт тамақтандырады. Мұның таңертең кешкісі жеңіл тағам, қалған екеуі негізгі тағам. Негізгі тағам дегеніміз ет өнімдерінен істелген тағамдар, жеңіл тағам дегеніміз көкөніс, егістік өнімдері, айран, сүт, жеміс жидектен істеледі. Қырда сүт ақ тағам мол, ал қалалы жерде көкөніс, жеміс жидек мол болса да, осы өнімдерден істелген барлық тағамды балаға күніне 1 рет қайткен күнде беріп тұру керек. 3-4 жасар баланың дұрыс тамақтану үйі. 3-4 жасар баланың күндік тамағының 40% егістік өнімдері, 23% көкөніс, 17% ет өнімдері, 10% сүт ақ тағам, 10% жеміс жидек болады. Балаңыз осы тағамдардың қайсысын үнемі жейді, жақсы көреді дегенді есіңізге сақтап, баланың үнемі жегісі келіп тұратын тәттілік дәмділіктердің мөлшерін сәйкестіріп, баланың аман-сау өсуіне әсер ететін азық-түлік өнімдерін таңдағаныңыз жөн. Балаға бір түрлі тағамды үнемі бергеннің салдарынан оның өсуі тежеліп қалады. Дене салмағы тұрақты мөлшерге жетпей, бойы аласа болып қалатын жайттар кезігеді. Мұндай жағдай әсіресе қырда өскен балаларда және аз түрді тағам жейтін балаларда байқалады. Балаңыз кейде тамаққа тәбеті соқпай қалса, тағам түрін өзгертіп, жаңа тағам істеп бергеніңіз жөн. Бір түрлі тағам үнемі жеген бала сол тағамына көңілі соқпай қалады. Тамаққа тәбетін арттыру үшін тамақ істегенде балаңызға көмектестірсеңіз, өзі бірге істеген тамағын жақсы көріп жеді дегенді есте сақтағаныңыз жөн.
Балаға көп түрлі өнімдерден тағам істеп берсе, бала қалыпты өседі. Ми қызметінің белсенділігі артып, ақыл-ой дамиды. Азық-түлік өнімдерінің түрі пайдасын біліп алады. 3-4 жасар бала тағамын өздігінен іше алады. Бірақ дұрыс тамақтану мәдениеті туралы толық біле бермейді. Қарны ашқанда тамақ ішеді, көп тамақ ішіп қойса іш ауырады дегенді білетіні болмаса, тамақпен ойнамайды, жүріп тұрып тамақтанбайды дегенді сіздер түсіндіргендеріңіз жөн. Тек түсіндіріп қана қоймай, қалыптастырғанда ғана бала дұрыс, мәдениетті тамақтанады. Бұл баланың аман сау болуының тағы да бір негізі болмақ. Баланың қоршаған ортасы таза, тап түйнақтай болғаны, оның дені сау, ширақ өсуіне тағы бір қолайлы жағдай жасалды деген сөз. Маңайы, айналасы таза болса, бала да тазалыққа құштар болады. Тиянақты, жинақы өседі, есейіп ер жеткенде осы дағдысынан айырылмай қалыптастырады. Киім-кешегін таза киіп, өзгемен ауыстырмайды. Сырттан үйге кіргенде аяқ киімін тазалайды, шешіп кіреді. Тамақтанған соң аяқ шынысын жуып жияды деген сияқты күнделікті тіршілікте үнемі қайталанатын дағдылар арқылы балаға тазалық, ұқыптылық туралы түсіндіруге әбден болады. Мынандай өзен жағасында жүргенде ақтамақ ішесің ғой, ақтамақты суға өзенге құюға болмайды, су тартылып қалады, малдың ақтағаны тартылып қалады, малдың желіні. Және де суға түскен кезде жаман қоқ қағаздарды суға салуға болмайды. Және де достарыңмен ойнағанда сол достарыңа айт, айран, ақтаған сүт-мүттерді суға төгуге болмайды. Кір жуған сабын суды қайтесің? Суға қайтеді? Суға төгуге болмайды. Өзеннің жағасының сыртына ары бөлек жерге төгеміз. Тұң ба? Балаңызды тоспа ыдысқа дұрыс отырғызып дағдыландырыңыз. Тоспа ыдысқа отырғызар алдында тоспа таза ма дегенді тексеру қажет. Баланы тоспа ыдысқа дұрыс отырғызу, дәретке отырып болдың ба деп сұрау. Дәретке отырған соң құйрығын астынан үстіне қарай арнайы қағазбен сүрту. Тоспа ыдысты жуып тазалап, орнына қою. Дәретке отырған соң үнемі қол жуады дегенді түсіндіру қажет. Мен өзім деп, мен деп тұратын еркөңіл албырт жастың білетіннен білмейтіні өте көп. Көзіне көрінгенді, құлағына шалыққанның барлығын мәнісін білгісі кеп, не қайтып, қалай, не түптеп сан алуан сұрақ қояды. Сіздер баланың ойлау қабілеті, танымын ұстаздар мен тәрбиешілер дамытады деп білесіздер. Әсте олай емес. Өздеріңізде де көп мүмкіндік бар. Баланың ойлау қабілеті, танымын дамытудың жолы өте көп. Мәселен, күнделікті тіршілік, баланың ойыны, ертек айтып беру деген сияқты. Бұның бәрін ата-ана сіздер білуге тиіссіздер. Енді осы туралы әңгімелесейік. Баланың ақыл-ой дамысының жаңа немесе өрлеу кезі осы 4 жасынан басталады. Себебі осы жастағы балалар салыстыру, сәйкестіру, ыңғайлап жүктеу қатарлы істерді ойлап табады. Мәселен, менің добым қызыл, сенікі көк. Менің шыным әкемнің шынысынан кішкене дегендей, бір түрлі өңі көлемі әр басқа нәрселерді салыстырып айыра алады. Ойлау қабілеті жетіліп сурет сызып, пластилиннен бейнелер жасағанда, сол нәрсені негізінде дұрыс бейнелесе де, нәзік мүшелерін толық жасай алмайды. Мұнысы баланың ойламы, ақыл-ой дамысының ерекшелігіне сай болатындықтан, ата-ана жанұя мүшелерінің демеуі төтенше қажет дегенді еске сақтаңыздар.
3-4 жасар баланың ақыл ой ерекшеліктері. Нәрсенің ұқсастығы мен айырмашылығын атайды. Нәрсенің ұзын, қысқа, биік, аласа екенін айырады. 10-ға дейін жатқа санайды. Әртүрлі қызмет, кәсіп бейнесінде еліктеп ойнайды. Музыка әуеніне сәйкес жылдам жай билейді. Қыста суық, жазда ыстық деген ауа райының өзгерісін біледі. Балаңыз осындай мағлұматтарды ата-ана, отбасы мүшелерінен естіп біліп алатындықтан, сіздер арнайы уақыт шығарып, олардың қойған сұрағына жауап қайтарып, әр нәрсенің себебін түсіндіріп, балаңызбен әңгімелесіп отыруыңыз қажет. Мектеп жасына дейінгі балаға ата-анасы сан үйретіп, әріп жаздырып, тақпақ жаттатып, ән үйретіп қойғаны дұрыс. Себебі осы жастағы баланың өмір тәжірибесі аз, білім мөлшері шамалы болатындықтан, әдейі үйреткен нәрсені әсте ұмытпайды. Осылай үйреткенді қайталап жаттатып, сұрап, айтып беріп отырса, баланың білім деңгейі қоршаған орта туралы қарапайым танымы кеңей береді. Балаңыздың ақыл ой, таным дамысын қолдаңыз. Нәрсенің түс түрі, бейнесі, көлемі туралы сұрақ қойып әңгімелесу. Қасымда, маңымда, жақында қатарлы кеңістік сөздердің айырмашылығын түсіндіру. Нәрсені санап, атап үйренуіне көмектесу. Ойлап шығару қабілетін жетілдіретін ойын ойнату, сурет затын бояу, қарындаш әзірлеп беру. Баланың ақыл ой таным деңгейін кітаптан басқа да ойыншық, тамашалап тыңдайтын ертегісі арқылы жетілдіріп демеуге де болады. Бала ойнағанда жырғап, күлкі думанға шалқып тасып отырады. Әсіресе 3-4 жасында баланың нағыз ойнайтын, қимыл қозғасы кемелденген жасы болатындықтан, олардың ойнап күлуіне әсте шек салмаған жөн. Қайсы бір ата-ана ойнағаннан басқаны білмейді. Осылай еркелей береме деп те қобалжуы орынсыз. Бала ойнап, әр нәрсемен танысып, айналасындағы көріністердің мәнін түсініп, өзге балалармен танысып, қатынасып, ақыл ой, қоғамдану дамысы, дене дамысымен қабат жетіліп келе жатады. 5-6 жасар бала өзі жалғыз ойнағанды қояды. Бірнеше баламен бірігіп ойнайтын болады. Бала бақшаға баратын балалар өзара бірге ойнайды. Бірге ойнайтын шамалас балалар қатары көбейе беретін ерекшелік міне осы кезде байқалады. Бала осы жасында айналасындағы барлық нәрсенің мәнін біліп алмақшы болады. Бірақ іздеген жауаптардың көбін ересектерден гөрі ойыншығынан табады. Үлкен кіші, 3 бұрыш, 4 бұрыш қатарлы бейне, көлем, қызыл жасыл өң, қатты жұмсақ деген заттардың қасиетін ойыншықтарынан біліп алады. Ол олма, машинаны темірден жасайды. Машина жолы жаяу адамдар жолынан бөлек болады деген сияқты түсініктің барлығын ойыншық арқылы біліп алады. Бірақ балаңыз әлі де есейе қоймағандықтан, әр нәрсенің мәнін тектеп, толық түсіндіру сіздерге парыз. Жас баланың ми қызметінің елегізуі кідіруінен артық болатындықтан, әкесі мен шешесі туған туыстарының «Ой, жарайсың, жігіт болды» деген міне осы. «О, бәрекелді, қандай жақсы бала едің» деген марапатты сөздеріне бала өте қуанып ынталанады. Сөйтіп баланың жаңаны үйреніп, істеп білуге деген ынтасы арта түседі. Бала қандай бір істі ойлап істегенде, ересектер тұрғысында емес, өз деңгейінде ғана істейді. Бала өз нәрсесін істеп жатқанда, уақыттың қалай өтіп кеткенін аңғармай қалады. Сонымен қатар, тындырған ісіне дән риза болады, мақтанады. Ата-ана сіздер баланың істегісі келген ісіне шек қоймай,
ісін бітіруіне көмектесіп, назарын басқа нәрсеге әсте аудармағаныңыз жөн. Жас балаларға, әсіресе 3-4 жасар балаға ертегі айтып оқып бергеннің нәтижесінде олар ертегінің оқиғасы, ертегідегі шығатын аң-құстың аты жөні, түр-түсі, қимыл әрекеті, сол жан-жануарлар қайда өмір сүреді, немен қоректенеді, олардың төлін не деп атайды дегенді бала толық түсініп біліп алар. Балалар ертегі тыңдағыш келеді. Әсіресе көзіне денелей көрінетін ертегі, қуыршақ рөлдерін тіптен жақсы көреді. Міне сондықтан сіз өз мүмкіндігіңізді пайдаланып, әр түрлі аң-құстың бейнесін жасап, сол аң-құстардың үніне келтіріп, ертегі айтып беріңіз. Жасөспірімдердің назар аудару қабілеті 2 минуттан аспайтындықтан, ертегіні әдемілеп айтып, өзімен бірге ертегі туралы әңгімелесіңіз. Балаңызға таным деңгейін жетілдіретіндей, есте қаларлықтай әсерлі, уақиғалы ертегі айтып беріп, ертегіде қандай аңдар туралы, нендей оқиға болды, есіңде қалған ең әсерлі оқиғасы қайсы дегенді сұрап әңгімелесіңіз. 3-4 жасар балаға арналған ертегі оқиғасы үнемі қайталанып отыратын оқиғасы шағын, түсінікті болса, бала қызыға тыңдайды. Мәселен, біз бала күнімізді айтатын «Домалақ бауырсақ» деген ертегіні балалар қазірде сүйіп тыңдайды. «Домалақ бауырсақ» ертегісінің оқиғасы қайталанып берсе де, домалаққа ұшырайтын жануарлар үнемі өзгеріп, әр түрлі әрекет жасап, әр түрмен қимылдап, бөлек-бөлек үн шығарып жатқанын бала шын пейілмен қызықтап тыңдайды. Мектеп жасына дейінгі балалар арасында 4 жасар баланың тілі, жасөспірімдер, соның ішінде мектеп жасына дейінгілерден ең қарқынды дамып келе жатқан кезі. 3-4 жасар балада ана тілінің 1000-нан астам сөз қоры болады. Өз ой пікірін басқаға толық жеткізе алады. Сондай-ақ ән тақпақты оңай үйреніп, жаттаған ән тақпағын айтқысы келіп тұрады. Балаңызға шағын ән тақпағы жаттатып, сөйлеу және тіл дамысын жетілдіріп, ойлау қабілетін қолдаңыз. Балаға кезіге беретін бірнеше дыбыстың ерекшелік болады. Мәселен, ер, ел, де, те қатарлы қысаң дауыстыларды ауыстырып айтатын ерекшелік байқалады. Бұл ерекшелік бала 5-6 жасқа шыққанда біртіндеп оңалып түзеледі. Бірақ бұл ерекшелікті біз ерте түзеп дұрыстап үйрете білсек, тілі біртіндеп оңалатын жағдай тудыра аламыз. 3-4 жасар баланың тіл және сөйлеу ерекшелігі. Жуан жіңішке дауысты дыбыстарды айырып сөйлейді. Басқамен әңгімелесуге құштары болады. Қуанышты, қорқынышты сөздің мәнін түсінеді. Ертегі суреттеріне қарап мазмұнын айтады, шағын ән тақпақ жатқа айтады. Алтапанның ауына барып едім қыдырып, бір қошақан алдымнан шықты ойнақтап жүгіріп, аспандағы ай мекен, секен мекен бай мекен, кеттім оны сағынып, қосақаным қайда екен. Тепте қолым тебердеп, базалармен бір мекен, жазда жаңа келерде мені күтіп жүрмекен, аспандағы ай мекен, арқа жөнім айды екен, каникулда өзіңді іздеп тағы барамын. Баланың тіл сөйлеу дамысы жетілуін қолдаңыз. Дыбысталуы ұқсас мағынасы әр басқа сөздерді ажыратып түсіндіру. Теріс айтқан сөзін дұрыстап айтып беру.
мақал мәтел, өсиет сөздер жаттатып, мазмұнын айтып беру. Оқиғасы жалғас, ұласпалы суреттерге сөйлем құратып үйрету. Жас ерекшелігіне сәйкес ән, тақпақ жаттатып үйретіңіз. Балаға тақпақ жаттаттарда ескеретін бір жай, алдымен тақпақтың мазмұнын әбден түсіндіріп айтып берсе, тақпақты жаттауға құмартады. Қандай жануар туралы, кім туралы, досы туралы ма, әлде әке шешесі туралы ма дегенді түсіндіру керек. Мен саған бұл тақпақты айтып үйретем, сен менің айтқанымды қайталап айтып үйреніп ал, ә? Бар кітапқа бас болған. Бар кітапқа бас болған. Әлпе ғылым анасы. Әлпе ғылым анасы. Әлпеден басталған. Әлпеден басталған. Даналықтың данасы. Даналықтың данасы. Тақпақ көркем әдебиеттің бір жанрына саналатындықтан, ата-ана, ұстаз, тәрбиеші кім болмасын, мәнерлеп оқып беру керек. Сондықтан тақпақты көркем, мәнерлі оқып берсе, бала тақпақты жаттап, ата-анасы оқыған соң, бала өздігінен оқуға құмарланып әуестенеді. Бар кітапқа бас болған. Бар кітапқа бас болған. Әлпе ғылым анасы. Әлпе ғылым анасы. Әлпеден басталған. Әлпеден басталған. Даналықтың данасы. Даналықтың данасы. Мектебің мынау классың. Мектебің мынау классың. Осыда 10 жыл тұрасың. Осыда 10 жыл тұрасың. Тардай болып кіресің. Тардай болып кіресің. Таудай болып шығасың. Таудай болып шығасың. Бауырым, жаңағы тақпақта не туралы айтылған? Мектеп. Біз балабақшаға кіргенде қандай болады екенбіз? Мектеп тауысып шыққанда қандай боламыз? Ком. Жас баланы дамыту үшін тек ата-анасы ғана емес, атасы, апасы, ұстаз, тәрбиешілер, баланың қасындағы кім болмасын өздеріне міндет жүктеуге тиіс. Міне сондықтан баланы білімдар, әдепті азамат етіп тәрбиелеу үшін барлығымыз оған назар аударып, мейір, сенім жүктеп, білгісі келгеннің мәнін түсіндіріп, әңгімелесіп, үлкенді сыйлап, өзгелермен тату тәтті бол дегенді үнемі есіне салып үйреткеніміз жөн. Баланың мінез құлқы өзгере бастағанына зер салдыңыз ба? Ол біресе қынжылып отырады, біресе алуан түрлі сұрақ қойып, мазаны алады. 3-4 жасар бала, мен адам санатына қосылдым, осы отбасының бір мүшесі болдым деп біле бастайды. Әрбір нәрсеге кірісіп, өзінің пікірін айтқысы келеді. Мұндай өзгерісті зер салып байқамаған ата-ана, балам әлі жас деп тыйым қойып, осыдан болып біраз қайшылықтар шығады. Дәл осындай кезде балаңызбен қалай байланысуды, қалай тәрбиелеуді білмей отырсыз ба? Олай болса, кеңесімізге назар аударыңыз. Жалпы адам дамысы, денесі, ақыл-ойы, білімі, қоғамдануы, парасатының дұрыс қалыптасуымен өлшенеді. Адамның дене, ақыл-ой, көңіл-күйі құрсақтағы кезінен табиғи заңдылық бойынша дамыса, қоғамдану дамысы отбасында, адамдар ара қатынасы, қоғам мәдениеті, ата-бабалар өнегесін үйрену барысында біртіндеп қалыптасады. Сондықтан жас өспірімдердің қоғамдану дамысын отбасынан дұрыс бағыттап дамытса, мектепке барып көпшілікпен араласқанда өздігінен жүре алады, басқаны түсініп құрметтей, бірге достасып табысты оқи алады, өстіп тәрбиелі азамат өмірге аяқ басады. 4 жасқа дейінгі баланың бір ерекшелігі өзінің теріс бұрыс дегенін айыра біледі. Бір сөзбен айтқанда, көңіл күй әсерін өзінің ойлағанына сәйкестіре алады. Сондай-ақ кіммен қайтып қатынасамын дегеннің ебін таба білетін жас. 3-4 жасар баланың қоғамдану дамысының ерекшелігі бет әлпеті, дене қимылымен өзін түсіндіреді, әр нәрсені өз бетімен істеуге құлшынады, талап тілегін жеткізе алады. Өздігінен қандай бір іспен шұғылданады.
өзінің дұрыс-бұрыс дегенін біледі. Басқаның мүлкіне рұқсатсыз тиіспейді дегенді түсінеді. Баланың қайсы бірі ұяң, ұялшақ, қайсы бірі өткір, пысық болады. Бұл баланың көңіл-күй ерекшелігіне сай болса да, отбасы ортасы, ата-ана, туған-туыстарының ара қатынасына байланысы тағы болады. Сондықтан әке шешесі отбасы мүшелерінің балаға деген мейірбан қамқорлығы, үлгі өнегесі, оны өзгені құрмет тұтуына, пікір талабын алмасуына, ашық жарқын болуына әсерін тигізеді. Апам атым Изамқан, өзімнің атым Айсымбат. Мен 4 жастамын. Әкем аты Сиез, мамам аты Соя, әпекем аты Елка. Ол 2-ші класста оқиды. Кішкентай бауырым бар, оның аты Аружан. 3-4 жастайынан өзінің жынысын біледі. Қорқады, ұяла біледі. Қуаныш сүйінішін білдіреді. Мен адам санатына қосылдым, жеке адамын дей бастайды. Бала осы жасында өзін жеке адам санатына қосатындықтан мен өзім деген ерекшеліктер байқалып, көңіл күй арқылы көріне бастайды. Кейде зақорланып, жатып қалады, тыпыршиды, қабағын түйіп үнсіз отырып алуда мүмкін. Міне осындай мезетте сіз не болды саған? Мәніңе түсінбедім ғой деп ұрысқанша, осы қылық мінезі есейгенде қайтсе де болатын көрініс екенін дұрыс түсініңіз. Бұл жас өспірімнің тағы бір ерекшелігі, бірақ көпке созылмайды. Ата-аналарға кеңес. Өзіне шақ қандай бір әрекет жасаса көмектесу, қоршаған орта көріністердің мәнін түсіндіру, баланың тындырған ісін мақтап, ынталандыру, сурет сызатын, ойнайтын жағдай жасау, кино көретін уақыттан сәйкестіру, ойыншығын жиғызып, киім-кешегін реттетіп дағдыландыру, баланың қимылына шек салмауды ескертеміз. Баланы әлеуметтендіру үшін ата-ана барлығымыз көп нәрсені еске сақтағанымыз жөн. Ең бастысы баланы ашық жарқын, ұялып қорғаламайтын етіп тәрбиелеген жөн. Біз неменеге барамыз? Сәлеметсіз. Сәлеметсің. Ой, жақсысыз. Ой, жақсысың. Жақсы. Онда Монтинеден көп болып кеткен. Мықты болып кетті ғой. Әй, Монти. Нешедесің сен? Ау. Нешедесің? 3-темін дейді. 3-те бәсе. Монти 3 жасқа толғанша қаншама ән тақпақ үйрендің. Кәне маған айтып берші. Бір әдемі ән айтып бер. Аюаты ортада, екі қолы қалтада, ойшабағы үйретсе, құта қапты парда. Ой, жақсы. Аюаты ортада деген тақ. Бәрін білсем, түсінсем деп, талпынып жүрген жас баланың тілегін құрметтеп, олардың дамуын жан-жақты қолдап, қажымай талмай еңбектеніп жүрген ата-ана сіздерге арнайы әзірлеген кеңесіміз септігін тигізді деген сенімдеміз. Ол қыздарымызды келешекте саламатты азамат болып ержеткізу біздің басты міндетіміз. Жанұяңызға бақыт, аман саулық тілеймін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жанұядағы жас өспірімдердің дамысын қолдау жөнінде ата-аналарға арнайы әзірлеген ұласпалы кеңестеменің 4-ші бөлігі аяқталды. Біздің әзірлеген кеңесіміз жанұяңыздағы жас өспірімді білімдар, өнегелі, ата-анасына қамқор азамат етіп тәрбиелеуіңізге септігін тигізеді дегенге кәміл сенеміз. Әрбір отбасына бақыт, күлкі думан сыйлаған жас өспірімдер үшін қажымай талмай, оларды адам санатына қосу үшін белін бекем буған ата-ана сіздерге амандық, саулық, зор бақыт тілейміз.